жақтырып айтады. Біз дейді Алла Тағаладан сұрай берген жөнсіз. Алла Тағала ешкімді алдамайды. Егер сіз сол 2 бөлмелі тамға лайықты болсаңыз, Алла Тағала өзі берер еді. Сіз Алла Тағалаға дұрыс құлшылық жасамағансыз дейді. Мінекей. Сонда менің қазіргі айтайын деп отырғаным, осы бізде ата жолда да бар ғой. Солай деп айтқан кезде мен бір қорқып қалатын, өзім бойымды қорқыныш билейтін. Айтады ол кезде былай деп. Алла Тағала, мен 4 құбыламды сай ете көр. Менің біліп істеген, білмей істеген, әдейі арнайы істеген күнәларымды кешіре көр дейді. Осылай бетіп тоқтамастан айтамыз ғой. Сонда осы сөздердің мән мағынасына біз бойламайды екенбіз. Егер біздің 4 құбыламызды сай етем десе, оны Алла Тағала бізден сұрамайды екен. Біз соған лайықты бола білуіміз керек екен. Ал енді біліп істеген, білмей істеген, әдейі арнайы істеген күнәларымды кешіре көр деп айтамыз ғой. Бұл жерде де Алла кешіре көр деп күнәні айта бермей, ондай әңгімені айта бермей, біз өзімізді зерттеуіміз керек, өзімізді бақылауымыз керек. Мына ата жолдың қазіргі бағыты да, айтып жатқан әңгімесі де осы ғой. Өзіңді зертте, бақыла, өзіңнің күнәңді біл. Күнәңді біліп отырып кешірім сұрасаң, онда ол Құдай Тағаланың құлағына жетеді. Сонда сен де өзгересің. Ал сен өзгермей жатып, өзіңді бақыламай жатып, өзіңнің күнәларыңды білмей жатып, бостан босқа кешірім сұрай берсең, сосын сырттағы адамдар айтады, міне ата жолдықтар қуып кеткен олар. Ана атаның басына барады, мына атаның басына барады, бірмен бірі жарысып, өз күнәларын білмейді деп сырт көз оны секта деп қабылдайды. Егер секта деп қабылдап атса, олардікі де дұрыс болып тұр ғой. Атаның басына жарысып тұрып барамыз, біреу 5 барса, біз 10 барайық деп. Сонда ілгерідегі әңгіме ғой. Енді мен таныс адамым жұмысынан сұранады ғой. Мен Бесатаға барайын деп ем, жіберіңізші, мен баратын жақтарым бар, мен сондай жолға түскенмін деп сұранып отырады ғой жұмысынан. Сол кезде, мақұл, ондай болса мына жұмысыңды үйіңде бітіріп тастарсың деп оны жібереді, ол кетеді, басына орамал тартып жүреді. Сосын қасындағы адамдар айтқан екен ғой, сен үнемі сондай зиярет етіп жүресің, ана атаның басына бардым, ана атаның басына бардым, мен сенде күнә деген қалмаған шығар, сен аппақ қағаздай болдың ау деп айтады екен. Сол сияқты бұл жерде әр нәрсенің өзінің сұрауы болады екен. Біз барған күнде де аталардың басына не үшін барып жатырмыз? Соны жақсылап түсініп алатын кез келді. Әрбір аққу сұңқарға, әрбір адамға. Енді осы Лазаревтің кітабын айтатын болсақ, көп адамдар осы әруақ дегенді әлде де біз қаншалықты көп айтып жатсақ та, соншалықты адамдардың арасында түсінбейтін адамдар көп екен әруақ жолын. Оны комментарийдан, осы жүрген жерімізде айтып жатқан әңгімелер оған ой салдырады да. Осы Сергей Николаевич Лазаревтің кітабынан және бір мысал келтіре кетейін. Бір адамның жалғыз баласы онда да күліп отырады, әңгімесін айтып отырады, өте көңілді бала екен. Бір кездері кинокомедия көріп отырып, жаңағы баласының үні шықпай қапты. Мен мына балам неге үндемей қалды деп, анасы жүгіріп барып қараса, баласы асылып қапты. Сосын жыласын кеп, сосын Лазаревке келеді ғой, неге осындай жағдай болды деп. Сонда Лазарев айтыпты, диагностика жасайды ғой. Сөйтіп айтыпты, бұл бала
қаншасыншы әжесі екенін есімде жоқ. Бір әжесінің жасап кеткен күнәсі үшін Алла тағаланың беріп отырған, басыңызға беріп отырған сондай бір қиындығы деп қабылдасаң болады депті. Неге десе, ол әжесі кезінде тұрмысқа шыққан кезде сүйіспеншілікпен тұрмысқа шықпаған, есеппен тұрмысқа шығыпты. Оны өте бір жақсы көретін бір азамат болыпты. Ол азаматқа тұрмысқа шықпай, басқа біреуге тұрмысқа шыққан. Оған уәдесін беріп жүрген ба, сондай сәл есімнен шығып қапты. Мына сол кезде біз Құдайға деген сүйіспеншілікті түсінбейді екенбіз. Біздің істеп жүрген тірліктеріміздің бәрі есепке айналып кеткен. Ол маған жақсылық жасаса, мен оған жақсылық жасаймын. Ол маған жамандық жасаса, мен оған жамандық жасаймын деген сияқты есептесіп кеткенбіз. Мынау соның мысалы. Сол кезде жаңағы ер азамат өзінің сүйгеніне қол жеткізе алмай, пойыздың астына түсіп, қайтыс болып кетіпті. Ал ол соның әжесінің күнәсі екен. Жаңағы асылып қалған немересінің күнәсі, сол әжесінің күнәсі болып тұр. Лазарев сөйтіп әңгіменің бәрін ашып, оған диагностика жасап, жақсылап әңгімелеп айтып береді. Сонда біздің қазақтың бұрыннан ата-бабамыздан келе жатқан, айтып жатқан әңгімелеріміз рас па, өтірік па, әр адам өзі ойлансын. Айтады ғой, әруақ разы болмай, тірі байымас деген сөз осыдан шыққан. Сондықтан әруақ жолы ол әрбір адамға тура жол болып саналады. Тоқберген Байтасов атамыздың да айтып жатқан әңгімесі сол. Жеті атаңа жалған, өзіңнің қайын жұртыңды да, өзіңнің өз жұртыңды да, нағашы жұртыңды да әруақтар бар. Соларды риза ет, жалған деп жатқан әңгіменің төркіні осыдан шығады. Мен бұл Лазаревті неге мысалға келтіріп отырмын? Өткен жаңа айттым ғой, бізде оқымысты, орысша оқыған, мына қазақ деген мынау қарапайым жүрген адамдарды менсінбейтін сондай бір топ қалыптасты ғой. Қош осы біздің қазақтар осы не біледі деген сияқты топ қалыптасты. Оқымысты, мынандай кітаби тілмен сөйлейтін, онша-мұнша нәрсеге сене бермейтін, сондай оқымысты топ қалыптасқандықтан олар осы Лазаревті оқыса, осы ата жолдың айтып отырған әңгімелерін түсінеді, қабылдайды, растайды, зерттейді. Атамыз да айтып отыр ғой, сендер неге олай етесіңдер, сендер неге бұлай етесіңдер, зерттемейсіңдер ма деп. Сол зерттеу үшін адамның өзіне де сондай бір өзінің ұлтына деген сүйіспеншілік, өзінің ұлтына деген мынандай мейірім, махаббат болмай, өзінің тіліне деген мейірім, махаббат болмай, ондай зерттеушілерді шыға қоймайтын шығар. Тек қана жаңағы барып кел, шауып кел дегеннің әңгімесін айтады. Сондықтан бұл жерде әрбір қазағымыз бүгінгі таңда өзінің ұрпақтарын ойлаған әрбір қазақ жарайды, сенбей ақ қойсын, бірақ баяғыдай өзіміздің келіндердің тартатынына бір жапырақ орамалында қазір сыпырып тастадық қой бәрін. Мектептерде де тартқызбайтын болды. Жұмысқа тартып барса, оны шешіп таста дейтін болды. Сондықтан заң күйінше, былайша айтқан кезде атамыздың айтып отырған әңгімесінің бәрі дұрыс. Заң күйінше заңдастыру керек. Әйел балдары өзінің болмысынан ажыраса, әйел балдары өзінің Құдай тағаланың әмір еткен жаратылысына қарсы келсе, онда не жақсылық күтуге болады? Әйел бізді, Алла тағала бізді әйел қылып жаратты ғой. Біз көйлек киейік, орамалымызды тартайық. Онда тұрған не бар? Біз сонда өзіміздің жаратылысымызға теріс әрекет жасап жатқанымызды өзіміз байқамаппыз. Соның бірі өзіммін. Оны ешқандай мен
сүттен, ақ судан тазамын демеймін. Кезінде анамыз ренжіген, бәрін шалбар киіп алдыңдар деп. Түсінбедік. Модный боламыз, заманауи боламыз деп кидік. Енді оны да көру керек болған шығар. Ал енді Құдай тағала бәрін көрсетіп жатыр. Небір ақпараттарды алып жатыр, ақыл сұңқарлар. Солардың ақпараттарын тыңдау керек. Ойдан, жүректен өткізу керек. Сөйтіп қолдан келген шаманы жағдайды жасау керек. Ең болмаған күнде жаңағы аналарымыз, орта жастағы аналарымыз, әжелеріміз өздерінің сол ана, әже деген атына лайықты болып жатса, киініп жатса, о да бір өзінің ұлтына деген сүйіспеншілік. Өзінің ұлтына емес, Аллаға деген сүйіспеншілік қой ол. Алла тағалаға деген сүйіспеншілік осыдан келіп туындайды. Біз әйелдер өзіміздің болмысымызға қарай жаңағы қарсы болмауымыз керек. Жаңа сөзімнің басында айтып кеттім, менде бір қарсылық туындады деп. Жаңа Маруан тәте айтты ғой, кимешек ки, былай орайсын деп. Сонда менде қарсылық туындады ғой. Сонда әрбір әйел, егер бізде қарсылық туындамаса, біздің басымыз да ауырмайды, біздің балтырымыз да сыздамайды. Соның бәрін өздеріңіз ой елегінен өткізіп, енді бұл өмірге келген сон бәрін көру керек қой. Көрдік, шалбар киіп көрдік, орамалсыз жүріп көрдік. Енді керісінше көйлекіңізді киіп, басыңызға орамалыңызды тартып, оны да көріңіз, қалай әсерде боласыз, қаншалықты қандай әсерде боласыз. Оның бәрін өзіңіздің болмысыңыздан байқайсыз. Адамға ең керегі, қазақта айтып өткен ғой, денсаулық, онсаулық және ақжаулық деп. Оны бекер айтпаған ғой ата-бабаларымыз. Және де біздің қазақта айтады, адам ата, Хауа ана дейміз ғой, бірінші пайғамбарымыз. Соның атымен ата, мысалы үшін мен адаммын, сіз де адамсыз, бүкіл адамзат. Осы адам деген атауды да осы қазақ халқында осы нақты аталып айтылғанда, біз сол адам деген атқа лайықты болуымыз керек екен. Бір ғұлама айтып кеткен екен, адамға адам болып қана қалу жазған, одан басқа адамға жол жоқ деп. Егер біз адам деген атқа лайықты болуға қадам жасамасақ, біз бәрібір кері кетеміз, одан ешкім ешқандай жақсылық таппайды. Сондықтан бұл жерде келгеннен кейін менің байқағаным, мына әңгімені және айтқым келіп кетеді, ораза. Ораза тұтады, осы жердегі жүрген апаларымыз, әжелеріміз, аналарымыз, сіңлілеріміз, бауырларымыздың бәрі ораза тұтады. Ораза тұтады, 40 күндік оразадан шықты, содан кейін 17 күндік ораза басталды. Енді 17 күндік оразаны әркім өзінің жағдайына қарай тұтады, ал енді міндетті тұтып отыратын оразалар бар. Сонда енді менде тағы қарсылық туындайды ғой. Немене бұлар өз оразадан көз ашпайды екен ғой деп. Сондықтан қарап отырсам, осы жердегі жүрген 60-тан асқан, 70-ке алқымдаған, әже атанып отырған әжелеріміздің бәрінің жүрісі ширақ. Анау істіккенге де, мына қол өнермен айналсамыз ғой, оған да адамға шыдамдылық керек қой. Оған да отырып тігіс тігуге оған да денсаулық керек. Оған сенің белің шыдау керек, аяғың шыдау керек деген сияқты. Сонда мен, мына ата жолы деген біздің мына Алла тағаланың көрсетіп беріп отырған жолы тегін емес екен ғой деген ой және көз алдыңнан өтеді. Кешегі жүрген күндеріміз, бүгінгі жүрген күндеріміз салыстырып, оразаның енді құдіреті күшті екен. Мен өзім осында келіп сезініп жатырмын. Осы келгелі бері бірінші күн келген кезде Маруан тәте сұрады маған, оразасың ба деді. Жоқ деді. Сөйтсем,
ойландым енді оразаны да әркім өзінің шамасына қарап, ниетіне қарап тұту керек қой деп, және қарсылық туындады. Содан кейін осы жерге келген соң, осы тәтемнің айтқанын істейін дедім ғой. Сөйтіп ойлағаннан кейін менің бас ауруым қойды. Қарсылықты қойғаннан соң бас ауруым да қойды. Содан бері мен ораза тұтып келе жатырмын. Бүгін де оразамын. Енді қарап отырсам, мен қазір, егер менен қазір біреу сұраса, осы ордадан кеткеннен кейін де ораза тұтасың ба деп сұраса, мен айтар едім, иә, тұтамын деп. Өйткені мен өте бұл жерде оразаны жеңіл тұтып жатырмын. Және өзім ертеңгі күні жұмыс істеуім керексің ғой. Жұмысқа барасың, көпшілікпен тағы араласасың. Мен осы күнге дейін ойлап жүретінмін, ораза тұту керек екенін, бірақ оған менің нәпсімді тия алмайтынмын, және күш жігерім жетіспейтін. Енді қазір осы ордаларға келіп, осы ата жолдың өкілдерімен араласып, мен әбден түсіндім. Енді бұдан былай Құдай тағала да маған тура жолға түсіргеніне, осы жерге жетелеп алып келген аталарымыздың әруақтарына мыңда бір алғысымды айтам. Және де Тоқберген атамыз үнемі ораза тұтып жүреді ғой. Оның да құдіретін қазір түсініп отырмын. Өте терең түсініп отырғаным соншалықты, мен әлі түк істемеппін ғой деген ойға келдім. Сосын бұл жерде жүріп түсінгенім, адам өзі көрмей, білмей, босқа сөйлей бергені үшін өзіне жамандық шақырып алады. Сондықтан көңілдеріңіз қалыптаспаса, әлі күмәнда жүрген адамдар болса, өздері тексеріп бәрін білуіне болады ғой, оған ешкім ешқандай кедергі жасай алмайды. Бұл жерде жүріп мен түсінгенім, тек тамаққа ғана ораза емес, сонымен қатар киімге де ораза, дүние мүлікке де ораза дегенді түсініп отырмын. Сол атаның болмысына қарап отырып. Мен анам өзі айтатын. Енді анам туралы, әкем туралы әңгіме айтқан кезде көзіме жас алып, менде бір сағыныш бойымды билеп кетеді. Анам 88 жаста өтті, әкем 95 жасап кетті. Сол аналарым, әкемнің, анам өміріне қарасам, олардың өмірі өте қарапайым болған. Қазір Тоқберген атамыз қалай қарапайым болып отыр, сондай қарапайым өмір кешіпті. Осы атаны көріп, мен сондай бір атанам есіме түсіп, бір әкемді, анамды қайта көргендей болып, бір жылағым да келді, жылап та алдым. Енді анам айтатын, біз кеткенде көресіңдер ғой деп. Сол кезде не үшін олай айтты десем, әрбір адам өзінің ата-анасын сағынады екен. Сонда бізге сондай әңгіме айтып отырғанда, анам өз анасын ойлап отырады екен, әкем өз әке-шешесін ойлап отырады екен. Сөйтіп сағынады екен ғой. Сол сияқты анама, әкеме деген сағыныш қатты бойымды биледі. Сосын бұл қуаныштың жасы. Бұл қуаныштың жасы. Өйткені анам жарықтық айтып отырған әңгімесінің бәрі осы атамызға келеді. Анам айтатын, мынау жақсы нәрсені өздерің үшін жедіңдер, енді мына жаман нәрсені Құдай үшін жеңдер деп. Сол кезде баламыз ғой, түсінбейміз. Алдыменен жақсы нәрсеге, үлкен алмаға, тәтті әдемі конфетке қолымызды созамыз ғой. Сөйтіп ана карамельдерге қарамаймыз. Кейіннен барып, оны жеп болғаннан кейін анамыз айтады да, міне енді жаманы қалды. Енді осы жаманын да жеп қойыңдар деп. Сол айтпақшы, жақсысын өзің үшін жедің, жаманын Құдай үшін же деген сөздер, мына халықтың аузында жүрген сөздер ғой, осының бәрі. Небір күндер өтті. Енді киімге деген
оразанында өз анамның аузынан естіген едім. Анам айтатын, адамның 3 көйлектен басқа көйлегі болмау керек деп. Ауыстырып киетін көйлегін айтады да, 1 көйлек, 2 көйлек, 3 көйлек. Bir көйлегіңді киіп жүрсең, екі көйлегіңді жуып қой. Сөйтіп оны кезекпен киесің деп. Ал кимеген көйлектерің үшін Құдай алдында жауап бересің дейтін. Ана ұстамаған мүліктерің үшін Құдай алдында жауап бересің дейтін. Сонда неге бұлай айтты десем, бұл да үлкен бір не дейміз, философиялық көзқарастар жатыр екен ғой. Бұның өзі бір бөлек тақырып. Мен қазір осы жерге келгелі бері өзімнің көкірегіме түйгенімді бұлай жинақтап айтуға тырыстым. Сонымен қатар ең басты түсінгенім, жаңағы кешегі ата-бабаларымыз, бекер оқымаған ата-бабаларымыз деп менсінбейміз ғой енді. Оқымаған, қойш біздің ата-бабаларымызды деп қазақ біткен. Қазақ біткен енді өзіміздің ата-бабаларымыздың сондай жақсы тәлім тәрбиесін жаңғыртатын күн әлде қашан келіп жетті. Сондықтан әңгімені тыңдау керек әр адам. Осы ата жолдың өкілдері не айтып жатыр деп. Қазір сол ата жолдықтардың киіп алған киімін өзі қабылдамайтын адамдардың бірі мен едім. Енді бүгінгі таңда осы жаққа жетелеп алып келген аталарымызға, ата әруақтарыма мың алғысымды айтып отырмын. Сіздер де сол күнге келіңіздер, жетіңіздер, әрбіріңіз, айтып жатады ғой, ата жолдық адамдар айтып жатады, осы жаққа келмесең де өзіңнің шаңырағыңда, өзіңнің балаларыңның алдында, өзіңнің қазақи дәстүріңді жасап жүрсең, киініп жүрсең, өз бала шағаңның алдында үлгілі болып жүрсең, сол киіп алған киімнің өзі сен бала шағаңның несібесі, денсаулығы, бақыты. Әр бір әйел баласы өзінің бала шағасының бақытты болғанын, бақытының баянды болғанын қалайды ғой. Бәріміз де сондай анамыз. Құдай тағала сондай жақсы күндерде осы ата дәстүріміздің өсіп өркендеген күндерін бір-бірімізді шұқымай, бір-біріміз туралы артық әңгіме айтпай, бір-бірімізге құшақ жайып, жақсы ниетпен қарайтын күндерге Құдай тағала бәрімізді жеткерсін. Сол себептен ата жолының да жаңа айттым-ау деймін, қайталап айтсам да ол артықтық болмайды деп ойлаймын. Ата жол барлық қазақтарды біріктіретін ұйытқы. Мысалы, сүтті ұйыту үшін біз бір қасық айран салсақ, сүт ұйып шыға келеді ғой. Сондықтан ұйытатын ұйытқы осы біздің ата жол деп бүгінде мен осыған көзім жетті. Сонда бұл ата жол бәріне ортақ, тәңіршілерге де, сопы жолында жүргендерге де, екі діннің басын қосамыз деген ортаға да бәріне ортақ. Сондықтан мұнда келуге, пікір алмасуға, өз бойыңдағы мынандай болып жатқан өзгерістерді айтуға, осы жолды қабылдауға ешқандай адам қарсы болмаса, онда біздің қазақтың бағы жанды деп айтуға болады. Біз өзімізді өзіміз мақтамайық, бізді басқа ұлт мақтасын, басқа ел жұрт мақтасын. Өзін мақтағаншылықта ол үлкен күнә деп санаймын, өйткені біз қазақтар деп айта берген сайын, ол қазақтың бір қадір қасиеті де қашып кететін сияқты. Тарихта болды ғой, арабтар, немістер, тағы да айта беретін болсақ, еврейлер, біз ерекше жаратылған адамдармыз деп, ерекше жаратылған ұлтпыз деп айтқандар қазір қандай жағдайға, қандай күйге түсіп жатыр. Оны өздеріңіз зерделеп қараңыздар. Ал енді бүгінгі таңда
қазақтың мерейін көтергісі келіп айтып жатқан әңгімелер болса, оны да дұрыс қабылдау керек. Өйткені біз қазақтар өзіміз